Сәлеметсіздер ме, балалар? Менің аты жөнім Абдухакимова Фатима Абдуганиевна. Балалар, бүгінгі оқу қызметіміздің тақырыбы менің Қазақстаным, мемлекеттік рәміздер. Мақсаты рәміздер туралы білімді толықтырып, оларды жатқайтуға үйрену, зейінді дамыту, отан сүйгіштікке тәрбиелеу. Балалар, қане барлығымыз шаттық шеңберіне тұрайық, және менің айтқанымды қайталайық. Біз кішкентай баламыз, Қазақстанда тұрамыз, отанды біз сүйеміз, мақтаныш оны қыламыз. Жарайсыңдар балалар, тамаша, керемет балалар. Балалар, қазір мен сіздерге сұрақтар қоямын, сіздер жауап беріңіздер. Біздің еліміз қалай аталады? Ойланыңыздар. Дұрыс айтасыздар балалар, Қазақстан Республикасы. Балалар, біздің президентіміз кім? Дұрыс, Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Балалар, еліміздің елордасы қай қала? Бас қаласы қай қала? Дұрыс, балалар, Нұр-Сұлтан қаласы. Балалар, бүгін біздер сіздермен еліміздің ұлттық нышандарымен танысамыз. Мұқият тыңдаңыздар. Мынау Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы. Ол аспанның түсі сияқты көк түсті болып келеді. Көк түс, аспан түс, еліміздің аспанның ашықтығын, бейбітшілікті білдіреді. Тудың дәл ортасында күн бейнеленген. Күн сары түсті. Ал күннің астында қалықтап ұшып бара жатқан қыран құстың бейнесі бар. Қалықтап ұшып бара жатқан қыран құстың бейнесі еліміздің тәуелсіз екенін білдіреді. Еліміз бостандықта өмір сүріп жатқанын көрсетеді. Ал тудың жанында ұлттық ою-өрнектер бейнеленген. Ол біздің қазақ халқының өзіндік ерекшелігі. Балалар, қараңыздар, туда екі түс бар, көк түс және сары түс. Көк түс бейбітшілікті білдірсе, сары түс байлықты білдіреді. Қазақстанның өте бай екенін білдіреді. Мынау Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы. Ол да алтын түстес сары түсті. Ол да байлықты білдіреді. Елтаңбаның дәл ортасында шаңырақ орналасқан. Шаңырақ отбасы мағынасын береді. Яғни, біздің Қазақстан Республикасында тұрып жатқан адамдардың барлығы тату-тәтті өмір сүреді. Елтаңбаның екі жағында қанатты тұлпардың бейнесі бар. Ол біздің еліміздің тек қана алға ұмтылатынын білдіреді. Елтаңбаның астыңғы жағында Қазақстан деген жазу бар. Ол біздің мемлекетіміздің атауы. Ал жоғарғы жағында жұлдыз бар. Жақсылыққа жаны құмар қазақ халқы бата берген кезде әрқашан жұлдызын жансын деп бата берген екен.
бұл соның белгісі. Қазақ халқының жұлдызы жансын. Қазақ елінің, Қазақстан Республикасының жұлдызы жансын. Балалар, елтаңбамен таныстық. Келесі мемлекеттік рәміз, мемлекеттік әнұран. Жасы үлкен кісі де, жасы кіші кісі де әнұранды айтқанда орнынан тұрып, қолын жүрегінің тұсына қойып, әнұранды орындайды. Алтын күн аспаны, алтыннан даласы, ерліктің дастаны, еліме қарашы. Ежелден ердеген даңқымыз шықты ғой, намысын бермеген қазағым мықты ғой. Балалар, қане барлығымыз сергіту сәтін орындайық. Жарайсыздар, балалар, тамаша. Балалар, бүгінгі оқу қызметіміз аяқталғалы жатыр. Қазір мен сіздерге сұрақтар қоямын. Сіздердің бүгін не үйренгендеріңізді қараймын. Айтыңыздаршы, балалар, біздің туымыз қандай түсті? Дұрыс, көк түсті. Балалар, елтаңбаның дәл ортасында не орналасқан? Дұрыс, шаңырақ орналасқан. Ал елтаңбаның екі жағында қандай жануар орналасқан? Дұрыс, балалар, елтаңбаның екі жағында қос қанатты пірақ орналасқан. Балалар, айтыңыздаршы, әнұранды айтқан кезде қалай айтуымыз керек? Жарайсыздар, балалар. Орнымыздан тұрып, оң қолымызды жүректің тұсына қойып, әнұранды дауысымызды шығарып айтамыз. Тамаша. Балалар, ал елтаңбаның жоғарғы жағында не орналасқан кішкентай ғана? Дұрыс, жұлдыз орналасқан. Тамаша, балалар, тамаша. Жарайсыздар, балалар. Сау болыңыздар.